Армысыздар, бүгінгі сабақта біз сіздермен JavaScript тілінде калькулятор құруды үйренетін боламыз. Жалпы калькулятордың не екенін бәріміз білеміз. Біз осы калькуляторды JavaScript тілінде құрып, оның алгоритмін түсінетін боламыз. Енді мына суретте берілгендей калькулятор құрмасақ та, браузерде көрсетілгендей санмен екінші санды қосуды, азайтуды жасап көретін боламыз. Ол үшін әрине бірінші біз құжаттарды құрып алуымыз қажет. Біз бірінші папканы құрайық. Яғни барлық проектіге қатысты мәліметтерді бір папкаға жинауды үйренетін боламыз. Атын ауыстырамын. Мысалы, аты бізде қазір калькулятор құру. Енді осы папканың ішіне өзіме қажетті құжаттарды құруым қажет. Бұл бізде енді Sublime Text'ті ашамыз. Sublime Text'тен біз index.html, JS файлдарын құрып алуымыз қажет. New file, save as. Бұл жерде index.html. Мінекей, рабочий столда калькулятор құру деген папканың ішіне сақтап жатырмын осы барлық құжаттарды. Тағы да маған JS файлы қажет. New file, бұнда сақтап аламыз. Save as. Script. .js. Сақтадық. Енді калькулятордың құрылысын құрып алайық. Бұл жерде бірінші сан мен екінші санды енгізетін жол және де қосу, азайту деген батырмалары керек. Ол үшін HTML және де атауына калькулятор деп қояйық. Ары қарай JavaScript-ке сілтеме береміз, script тег арқылы. Бұны сіздер жатқа білуіңіз қажет. C, script.js. Файлдың атауы. Жақсы. Ары қарай body денесіне біз енді p тегін береміз. P тегінің ішіне біз бірінші сан деп жазайық. Яғни пайдаланушы бірінші сан енгізеді. Бұл санның аты жаңағыдай описаниясы ретінде бірінші сан деп қойдық. Енді санды енгізетін жолды көрсетуіміз қажет. Ол жолды inputқа енгізеді. Inputқа текст деп берейік. Типін атауы осылай қалады. Және де бұл бізде барлығы p тегінің арасында жазылуы қажет. Келесі екінші санды да осылай ашамыз. Бұл жерге екінші сан, типі текст қалады. Енді Ctrl+S деп сақтап ашып көрейік файлымызды. Index.html. Браузерде ашатын болсақ, бізде қазір бірінші, екінші сан деген жазу және де инпуттар шығу қажет. Бірінші сан, екінші сан. Енді осы жерде қосу, азайту батырмаларын енгізейік. Батырманы енгізу үшін button атты тегті қолданамыз. Button, бұл жерде қосу және келесі button, бұл бізде азайту. Азайту. Мінекей осылай. Және де бұл жердегі мысалда бір қарайтын болсақ, бұл жерде шешімін шығару қажет. Шешімі шығармас бұрын, шешімін HR-ды қолданамыз. HR тегін. HR тегі бұл бізде сызық береді. Және де p тегі бұл жерде шешімі. Шешімі деген тегті қолданамыз. Ctrl+S сақтаймыз және де обновить етеміз. Мінекей, бірінші сан енгізіледі, екінші сан енгізіледі. Енді қосу деген кезде осы екі санның қосындысын мына шешімі деген сөздің орнына шығару керек. Азайтуды басқан кезде шешімі деген сөздің орнына бізге сандарды шығарып тұруы қажет. Index.html құжатына біз функция беруіміз қажет. Бұл жерде on кликтар, яғни басқан кезде, бұл жердегі мына батырмаларды басқан кезде қайталап айтамын, әрекеттер болу қажет. Сол үшін бірінші button деген батырмаларға on клик береміз. Яғни басқан кезде іс әрекет болу қажет. Осы on кликтің атын, мысалы, плюс деп берейік. Плюс, яғни қосу керек біз.
және де бұл жерге шешіміне ID береміз. ID out болсын, мысалы шығару деген сөз. Ctrl-S. Және де мына скриптік тілді біз басына қалдырсақ болады, немесе астына жазайық. Себебі алдыңғы сабақта өткенде білесіздер, бұл JavaScript тілін біз index.html құжатына енгізген кезде соңына енгізгеніміз өте ыңғайлы. Инпуттарға ID береміз. Яғни қазір идентификаторлар арқылы біз бұларға жол сілтеуіміз қажет. Мысалы, мынау N2 болсын. N1, N2 және де button on click плюс деген атау бердік. Бұл жерге азайтуға да солай берсек болады функцияны, себебі азайтуда бізде жұмыс істеп тұру керек. Ctrl-S. Бұл жерде плюс емес, енді минус деп жазайық. Ctrl-S. Шешіміне де өзгертістер енгіздік, мінекей ID бердік, PID out деп аттарын барлығын енгіздік. Енді осы мәліметтерді біз JavaScript тілінде қолданамыз. Ол үшін JavaScript файлды ашамыз, функцияны атауын береміз. Функцияның атауы бізде плюс, яғни бірінші қосындыны есептейміз. Аргументінде бізде ештеңе жоқ, сол үшін алып тастаймыз. Және де body атты денесіне мәліметтерді енгіземіз. Бұл жерде айнымалы енгіземіз. Айнымалының атаулары num1, num2 және рұқсатты болу қажет. Нүктелі үтір. Бұл жерде num1 тең болады, яғни экранға шығару қажет. Документ get by element білесіздер, by ID жазамыз бұл жерде. By ID функцияның атауы бізде N1, және көрдіңіздер ғой, бізде әрбір мінекей идентификаторға әрбір бірінші санға идентификатор бердік N1 деп, екінші санға идентификатор бердік N2 деп. Енді осы екі идентификатордың атауларын енгіземіз. N1 нүкте value нүктелі үтір. Келесі num1 тең parse end, яғни біз жазылған сөзді ауыстыруымыз қажет. Бүтін типке. Parse end num1 дейміз. Нүктелі үтір. Келесі. Бізде дәл солай num2. Енді документ get element by деген барлығын көшіріп алсақ та болады, осының барлығын бірден. Біз екінші нөмірге де осындай мән беруіміз қажет. Документ by get element by ID N2 нүкте value және де num2 parse end 2 num2 нүктелі үтір. Енді результатқа да береміз. Result тең num1 мен num2-ның қосындысын есептеу қажет. Және де экранға осы қосындыны шығарып беруі қажет. Документ нүкте get element by ID бізде атауы out нүкте inner html тең результатқа нүктелі үтір. Сақтаймыз. Ctrl-S сақтадым. Енді браузерді жаңартып көреміз. Мінекей, бірінші санға енгіземіз, мысалы 5-ті, екінші санға енгіземін 2-ні. Қосу амалын орындағанда, мысалы қосу деген батырманы бастым, көрдіңіздер, 7 деген сан экранға шығарылды. Мінекей, бірінші сан мен екінші санның бір-біріне қосылып, одан кейін
бізге нәтижесін шығарды қосуды басқан кезде. Тағы көрсетейін, мысалы 10-ға 10-ды қоссақ, қосу басқан кезде 20. Енді бұл жерде азайту істемей тұр. Азайту амалын істету үшін дәл солай мінекей басында көрсеткенімде индекс HTML-де біз on клик береміз, минус деген функцияның атауын береміз. Мінекей, біз қосындыны осылай таптық. Енді азайтуды тура осы функцияны көшіріп алып, қайтадан орындаймыз. Мінекей, бірақ бізде функцияның аты плюс емес, минус. Яғни барлығы осы бір алгоритм бойынша жұмыс істейді. Бізге num1, num2 деген айнымалылар және результат айнымалысы қажет. Осы айнымалардың атауы да осылай қалады, n1, n2 деп. Бұл жерде тек қана num1-ден num2-ні алу қажет, және де бізге результатын шығару қажет. Ctrl-S. Бұл жерде тек қана бір таңба ауысады, бұл азайту. Енді обновить етіп көреміз. Мінекей, қазір қосынды бізде 10-ға 15-ді қосамыз, қосу дейміз, 25. Обновить етеміз. Мысалы 10-нан енді маған 5-ді алу қажет, азайту, мінекей 5. Сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментариясына қалдырыңыздар, және де каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз.